Балалар, біз бүгін көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға бөлуді ары қарай жалғастыратын боламыз. Көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға бөлу үшін ең бірінші толымсыз бөлінгішті тауып аламын. Мысалы, 798 бен 57-нің бөліндісі, бүгін бізге берілген өрнек, 798-ді 57-ге қалай бөлемін? Ең бірінші мен толымсыз бөлінгішті табам. Ол 79. 79 санын 57-ге бөлуге болады. 79-дың ішінде 57 бір реттен бар. 57-ні бірге көбейтемін. 79-дан 57-ні азайтамыз. 9-дан 7-ні азайтамын. 2. 7-ден 5-ті азайтамын. 2. 22. 22 57-ге бөлінбейді, сондықтан мен 8-ді түсіремін. 228. 228-дің ішінде 57 неше реттен екенін анықтаймыз. Ол үшін мен өткен жол айтқам, 22-нің ішінде 5 неше рет екенін біліп алсақ, жәнегі жеңілірек болады. 22-нің ішінде 5 мысалы 4 реттен. Олай болса, 57-ні черновик дәптерімізге 4-ке көбейтіп жазып көреміз. 7 4-ім 28, 2 ойда, 5 4-ім 20, ойдағы 2 мен 22. 228. Балалар, бұл біздің толымсыз бөлінгішімізге сәйкес сан. Сондықтан мен 57-ні 4-ке көбейтемін. 57-ні 4-ке көбейтсек, жаңа 228 деп айтқан болатынмын. 228. 228-ден 228-ді азайтсақ 0 болады. Балалар, міне 798-ді 57-ге бөлген кезде 14-ке тең. Енді біздің осы шығарған өрнегіміз дұрыс па тексеру үшін бөлуге керамал көбейту. 57-ні көбейтемін 14-ке. 14-ке көбейтемін. Ол үшін 14-тің 4 бірлігімен 57-ні көбейтіп шығамын. 7 мен 4-тің көбейтіндісі 28, 2-сі ойда. 5 пен 4-тің көбейтіндісі 20, ойдағы 2 мен 22. 57 мен 4-тің көбейтіндісі 228-ге тең. Енді балалар 10 мен көбейтемін. 57-ні 1 мен көбейтеміз. 10-дық бұл. Енді 57-ні 1-ге көбейтетін болсақ, балалар 7 мен 1-дің көбейтіндісі 7, 10 мен тура осы 1-дің астына жазамын. 7 мен 1-дің көбейтіндісі 7, 5 пен 1-дің көбейтіндісі 5. Міне балалар, маған 2 толымсыз көбейтінді шықты. Енді осы екеуін бір-біріне қосамыз. Мына жерде 8, 7-ге 2-ні қосам, 9, 5-ге 2-ні қосам, 7. 798 шықты. Олай болса, балалар, біздің шығарған өрнегіміз дұрыс екен.